Мен француз суретшісі Эдуард Мане мен 19 ғасырдың ортасында Францияда өмір сүріп, өнердегі үлкен өзгерістер кезеңінің куәсі болдым. 19 ғасырдың 60 жылдары Еуропада өнерде жаңа бағыт импрессионизм пайда болды. Менің шығармаларым сол бағыттың қалыптасуына әсер етті. Біз суретшілер бұрынғы классикалық ережелерден бас тартып, өмірдің шынайы сәттерін бейнелеуге тырыстық. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында өнерде модернизм қалыптасты. Бұл кезеңде суретшілер жаңа идеялар мен жаңа тәсілдерді іздеді. Осы уақыттан бастап авангардизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм сияқты көптеген бағыттар пайда болды. Мысалы, Пабло Пикассо кубизм бағытын дамытып, заттарды геометриялық пішіндер арқылы бейнелеуді ұсынды. Ал Эдвард Мунк экспрессионизм арқылы адамның ішкі сезімін көрсетуге тырысты. Кейінірек сюрреализм, абстракционизм, тіпті бүгінгі заманға тән гиперреализм мен хай-тек бағыттары пайда болды. Бұл бағыттардың барлығы бір нәрсені дәлелдейді: өнер қоғамның айнасы. Сондықтан әрбір суретші өз дәуірінің рухын шығармалары арқылы жеткізеді. Өнердің басты мақсаты адамды ойландыру, сезіндіру және заманның шындығын көрсету.